Балалар, бүгін біз термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер ұғымдарын қарастырамыз. Термодинамикалық жүйе дегеніміз сыртқы ортамен энергия және зат алмасуы мүмкін немесе мүмкін емес денелер жиынтығы. Мысалы, тығыз жабылған термос бұл жабық жүйе, себебі ол зат алмаспайды, тек жылу алмаса алады. Ал ашық шәйнек ашық жүйе, себебі одан бу шығып, энергия мен зат алмасу жүреді. Енді осы жүйелердің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлерге тоқталайық. Бұлар көлем, қысым, температура, ішкі энергия, температура заттың бөлшектерінің орташа кинетикалық энергиясының өлшемі. Яғни, бөлшектер неғұрлым жылдам қозғалса, температура соғұрлым жоғары болады. Молекулалардың қозғалысы туралы айтсақ, олардың орташа квадраттық жылдамдығы мына формуламен анықталады. Бұл орташа тең түбір астында 3 каты бөлінген М, мұнда К Больцман тұрақтысы, Т абсолют температура, М1 молекуланың массасы. Температура артқан сайын молекулалар жылдамырақ қозғалады. Сондықтан қысым мен энергия да көбейеді. Ал енді изопроцестерге тоқталайық. Бұл бір параметрі тұрақты болып, қалғандары өзгеретін процестер. Изотермиялық процесс температура тұрақты, изобарлық процесс қысым тұрақты, изохоралық процесс көлем тұрақты. Осы процестер кезінде газ күйінің өзгерісі ПV тең ν/РТ теңдеуімен сипатталады. Мысалы, газды қыздырсақ, молекулалар жылдамырақ қозғалып, қысым артады, бұл изохоралық процесс. Ал газ кеңейіп көлемі артса, температурасы өзгермесе ол изотермиялық процесс болады. Көрдіңдер ме, балалар? Термодинамиканың негізі энергияның түрленуін және денелердің жылулық күйін сипаттау. Әр формула табиғаттағы процестердің дәл көрінісі. Температура молекулалардың қозғалыс энергиясының өлшемі, жүйе энергия алмасатын денелер жиынтығы. Изопроцестер табиғаттағы әр түрлі жылулық өзгерістердің түрлері.